Сулықты бастау үшін осындай сақина жасап аламыз. Тоқып, алдымен 6 бос шалма тоқып тізбектейміз. Соңғы шалманы бірінші шалмаға қосамыз. Ілмек бізбен жұмысшы жіпті іліп аламыз. Жұмысшы жіпті соңғы және бірінші шалмадан өткіземіз. Өткізіп болғаннан кейін сақинаны бос шалмамен айналдырып, бір-біріне нығыздап бекітіп шығамыз. Өте бос алмаймыз, қатты қысып тартпаймыз. Бірақ арасы ашық болмау керек, нығыз салып тұру керек. Айналдырып, тоқып шығамыз. Айналдырып тоқып болғаннан кейін соңғысымен бірінші шалманың жоғарғы жағын әдемілеп бір-біріне жұмысшы жіпті өткізіп қосамыз. Қосып алдық. Енді біздің сақинамыз дайын.